Мұхтар Мағауин, Көкмұнар, 4 бөлім. Өзіне тиесілі столдың қасына шу шығармауға тырысып, ептеп басқанымен еркін келген едіге тоқырап қалды. Қартың жаңыз отырған шығар деп жан-жағына қаранды. 40 шақты ғана стол қойылған шағын көлемді залда бос орын көзге шалынбайды. Ербиіп тұра беруді де, бұрылып сыртқа шығып кетуді де бойына ар санап, ал 3-ші жолда таба алмай бөгеліп қалған едігені Күлдәрі ақсақал келесі сәтте ғана көрді. Көрді де шошып кетті. Едігенің қолына тоқпақтай боксер қолғабы киілген, енді сол жуан жұдырықты шиырып тұрып қонжета ұратындай. Құнысқан еңсесі көтерілмеген күйі орындықтың арқалығына қарай ығысып барады. Мен былайша, кешіріңіз, бұрын бос тұратын. Орындығын салдырата асығыс атып тұрып, қобырап жатқан қағаздарын жинауға кірісті. Үйған тыныштық бұзылған соң біраз жұрт жұмысын қойып екеуіне қарап қапты. Отыра беріңіз ақсақал, деді Күлдәріден бетер сасқан едіге. Мен кетем. Бірақ Күлдәрі тоқтар болмады. Кешіріңіз, дейді. Мен жай әшейін. Едігенің бас сауғалап сыртқа қашып шығудан басқа амалы қалған жоқ. Жалпы залда лықа толы екен. Ұзыннан ұзақ тізілген енді столдарды екі қапталда жиі қойылған орындықтарда қарама-қарсы қарап, жыпырлап отырған кісінің көптігінен бас айналардай. Столдардың арасы да тығыз. Көршілес столдардағы жұрт арқа тіресіп әрең отыр. Абажадай кең зал қотан тәріздіде кітап оқып сабаққа әзірленіп жатқан студенттер көгенделі қозылар сияқты. Аспирант атанып аристократия қатарына енгеннен бері жалпы залға бас сұқпаған едіге бұл көрініске қызығай тамашалай қарады. Кітап дәптерлерін қолтықтарына қысып орын іздеп жүрген студенттер біреу-екеу емес, әлденешеу. Орнынан күдер үзіп, залдың столдан бос сонау қақ төріндегі шет жақтағы терезенің жақтауына сүйеніп кітап оқып тұрғандар да бар. Едіге бұл залдан аты беймәлім, бірақ өздерін көптен білетін ежелгі таныстарының біразын көрді. Анау алдындағы айқара ашылған әрі қалың, әрі тоқымдай үлкен кітапқа анда-санда бір қарап қойып, көзін тарс жұмып алып, ернін жыбырлатып сабақ жаттап отырған шашы келте қиылған томпиған кішкене қара қыз мединститутта оқиды. Едіге университетке түскен кезде 2-ші немесе 3-ші курстың студенті еді. Ара қона жылжып, қазір соңғы 6-ші курсқа жетсе керек. Ана 40-та шамасында қоңқақ мұрын қасқабас жігіт еш жерде оқымайды. Ешқандай арнайы оқу орнын, тіпті орта мектептің өзін бітірмеген. АЗТМ-нің немесе Киров заводының жұмысшысы. Кітапханаға күнде кешкі сағат 7-ге таман келіп, сағат 11-де жұрттың ең соңынан шығады. Фантастикалық шығармаларды, шытырмақ хикаялар, романдарды ғана оқиды. Ренессанс дәуірінде жасаған суретшілер туындыларының репродукциялары басылған түрлі түсті альбомдарды көреді. Басқа ештеңеде шаруасы жоқ. Ал мына қыздың шашы бұрын қап-қара еді, енді сап-сары етіп бояпты. Едіге әрең таныды. Зиялы ата-ананың жалғыз өскен шолжаңы болса керек. Азан айтып қойған аты Шолпан, өзі Венера болып жүр. Әу баста шет ел тілдері институтында, содан соң университетте оқыған. Былтырдан бері қайдан екенін білмейді. Әйтеуір көпшілік кітапханасының айнымас тұрақты оқырмандарының бірі. Күн сайын келеді. Күн сайын жаңа киім киіп келеді. Балға немесе театрға барар жолда бас сұғып, аңдаусыз бөгеліп қалғандай. Едіге бұл қыздың кітап оққанын, дәптер шимайлап, бірдеңе түртіп алып жатқанын көрген емес. Әйткенмен тегін жүрмегенін, басқа маңыздырақ шаруасы барын да білетін. Кітапханаға бұрын келген студенттер кейде өздерінің жолдастарына бірер орын белгілеп қояды. Көп ұзамай кісілері келеді. Не басқа біреуге береді, әйтеуір бос қалмайды. Ал мына қыздың қасында үнем кітап төңкерілген бір бос орын тұрады. Ерте ме, кеш пе, аз ба, көп пе, кесімді уақыты жеткенде сол орынға денесі ақалтеке тұқымдас аттай сымбатты, жақсы киінген әлдебір сұлу жігіт жайғасатын. Бір ғажабы ондай жігіттің ертеңіне сол арадан қайра табылғанын едіге көрген емес. Қазақты орыс, орысты неміс ауыстырады. Кәріс пен шешенді де көрді. Әйтеуір еш қайсы тұрақтамайды.
Қанша дегенмен әлі қаузы ашылмаған тәжірибесіз қыз еді. Және өңінің тәуірлігіне қарамастан дау жоқ, аса жолсыз қыз еді. Міне бүгінде сол. Бұдан 2-3 жыл бұрынғы қалпы торын құрып қойып отыр. Қан толған қып-қызыл ерні тырсылдап жарылып кеткелі тұрғандай. Жұп-жұмыр тамағы, шөлеркеген көтеріңкі кеудесі, толқыша келген әсем бөксесі, жайнан қаққан көзі, бәрі келсең кел, өнеріңді көрейін деп табылдағандай. Тек бірақ ойға, күнәһар ойға жетелер еді. Әйткенмен қыздың көңілінде бөтен пиғыл жоқтын, өзіне серік іздейтін, және оған қояр талабы да қатаң еді, тән сұлулығы. Ал бұл таңдаудан өткен жігіттер оның өзіне құлап түспейтін. Сөйтіп жалғыздықпен өмірі озып жатқан. Бейтаныс қыздың бұл ақиқат сырын білетін едіге оған кешіріммен қарайтын, тіпті іштей тілектеседі. Едігенің көзіне сары қыздың қасындағыдан бөтен бос орын шалынбады. Бірақ ол өзінің денесінің сәл еңкішіп біткенін, мойнының қысқа екенін, түр-тұлғасында тағы басқа да толып жатқан кемшіліктер барын білетін. Сондықтан сары қыздың қасындағы орнының бос емесін ойлап іштей күлді де қойды. Әйткенмен пендешілік ойға беріліп тұрыңқырап қалса керек. Әлдекім, ау, жігіт, сізді ана қыз шақырады деп иығынан түрткенде ұйқыдан оянғандай селт ете түсті. Әне, деді бейтаныс жігіт, дәл осы тұстағы ұзын столдың төрін нұсқап. Терезенің қарсы алдында бір орын бар сияқты. Әрқайсысы өз столдарына төне теріс қарап, сығылысып отырған жұрттың арасымен көлденеңдеп әрең өтті. Едігеге қасынан орын тауып берген толқынды қара шашы иығына төгілген жас қыз екен. Бір қырындаған қалпы әлдебір жапырақтарын сурет салынған кітабының бетін ақтарыстырып отыр. Сіздің де кісіңіз келу керек пе, деді едіге қыз өзіне қарамаған күйі оң жақ қолын созып стол үстінде жатқан 2-3 дәптерді жиып алғанда. Я, деді қыз, онда мен отырмай-ақ қояйын, деді едіге сол түрегеп тұрған бойы. Қыз жалт етіп тура қарады. Екі бетінің құлағының ұшына дейін албырап қызарып кетті. Бұл баяғыда осыдан бірер ай бұрын едіге ғылыми залдан орын әперген қыз еді. Кешіріңіз, деді едіге, тұтығып түкірігіне шашалып қала жаздады. Сөзімді қайтып алдым. Бұл орын маған ұнайды. Қыз қайтадан кітабын ақтарып, жапырақтарын суреттерін көргіштеп кетті. Әлгі курстас қызыңыз келсе, мені тұрғызып жібермейтін шығарсыз, деп сұрады едіге орындыққа отырып жатып. Қыз тағы да едігенің бетіне тік қарады. Жанары тұнық терең екен. Енді келмес, деді ерінің ұшы болмашы жыбыр етіп. Үстіндегі мойны тұйық қызыл нейлон кофта, оның сыртынан киілген алды үшкіл ойықты қара трико сарафан алаулай қызарған жүзіне, қап-қара шашына астасып ерекше көрік бергендей. Қыздың уылжыған жұқа бетінде, болмашы ашылған еріндерінде, тұнық қара көзінде, тіпті төгілген шашымен үркек қасында бүкіл болмыс бітісінде балалықтың, риясыздықтың табы бар еді. Сіз қайда жоғалып кеттіңіз, деді едіге. Тсс, деді әлдекім. Жоғалған өзіңіз, деді қыз. Кенет едігенің есіне осыдан 4-5 күн бұрын күлдәрі шал айтқан сөз түсті. О, тәңірім, деп ойлады ол, өз көңіліне өзі сенер-сенбесін білмей. Шынымен-ақ сол осы ма? Қыз қайтадан кітабына үңілді. Манағыдай бос ақтарыстырмай бар зейінімен қадалып отыр. Залдың іші ерекше жарық боп біткен сияқты. Едіге терезеден сыртқа қарап еді, қар жауа бастапты, жапалақтап тұр. Түйіршіктері әппақ ақ ұлпа ірі-ірі. Көшедегі шамдардың сәулесімен шағылыса қалбалақтайды. Сырттан терезе жақтауларының арасынан сыздықтаған таза ауа білінеді. Едіге көкірегінің кеңейіп бара жатқанын сезді. Қандай жақсы, деп ойлады ол. Өмір сүрген қандай жақсы. Жарық дүниеде жер басып жүргенге не жетсін? Жан-жағына қарады. Жұрттың бәрі де бір-бір кітапқа төніп қатып қалған. Шыбынның ызыңы естілердей тыныштық. Қызға қарап еді, ол суретсіз деген бала құсап тағы да кітабын қопарыстыруға кірісіпті. Әнеугүні жақсылап дайындала алдың ба, деді едіге сыбырлап. Қыз суреттен басын көтеріп жайлап бұрылып едігеге қарады. Ештеңе естімеген тәрізді. Үнсіз, соншалық алыс, соншалық жақын, дәл қасында отыр. Көздері түйісіп қалған еді.
тоқ соғып өткенде өне бойы тәтті шымырлап кеткен едіге қыздың бетінің де лып етіп қызарғанын және ол қызылдың бірте-бірте көбейіп жайылып бара жатқанын аңдады. О, тәңірім, деп ойлады едіге, мен есімнен адасатын шығармын. Аспан алыстай биіктей түскен. Бірлі жарымда ғана жұлдыздар көрінеді. Қалғандары тегіс тұңғиыққа батып кеткендей. Аспан асты кеңейген соң дүниеде бар кір қоңысынан арылып ақшаңқан түскен еніпті. Мықыр емендердің жаңа ғана жауып тоқтаған қардан соңғы жұмсақ аяз лебімен шаңытқан жуан діңдері ғана қарауытып көрінеді. Бірақ сол қысқы ұйқыдағы өлі ағаштың өзі жасарған жаңарған тәрізді. Ақшақар иісті салқын ауамен көкірегін кере демалған едіге жан-жағына қарап жасармаған ештеңе қалмағанын аңдады. Бүкіл әлем қайта туыпты. Қандай кішкентайсың? Қыз күлді. Көкем ылғи осылай дейтін. Мектепті бітіріп аттестат алған күні ғана, міне, енді үлкен бойжеткен болдың деді. Сен әлі кішкентайсың. Кішкентай емеспін, бойым сізден сәл ғана аласа. Солай ма? Кел өлшейік. Рас екен. Айттым ғой, деді қыз. Бірақ сен енді өспе. Мен бойы ұзын қыздарды жақсы көрмеймін. Екеуі біраз үнсіз жүрді. Мен 8-ші класс бітіргенше кішкентай болдым, деді қыз бір кезде. Тіпті құртақандай едім. Содан соң мектептегі баскетбол секциясына қатысып ем, бойым тез өсе бастады. Тіпті сорайып барам, сосын баскетболды тастадым. Рас па? Өлә-білә деш? Демеймін. Қыз өкпелеп қалды. Өкпелегені даусынан аңғарылатын. Содан соң спорттың қай түріне ауыстың? Шаңғыға. Қазір де теуіп жүрмісің? Жоқ. Көкем спортыңды қойда оқу деген. Жалпы дайындық группасына жазылдым. 7-сіне 2-ақ рет. Көп уақыт кетпейді. Бірақ қазір шаңғы тепкім келіп жүр. Көрші бөлмедегі қыздар демалыс күні барған екен, тау жақ сұмдық жақсы дейді. Сіз шаңғы тебесіз бе? Бастауыш кластарда жүргенде біраз айналысқам, деді едіге самарқау. Ал қазір спорттың қай түрімен шұғылданасыз? Аса бір маңызды нәрсені сұрап тұрғандай. Едіге амалсыз күлді. Ойлан, тап. Боксерсіз, деді қыз. Мүмкін балуан шығармын. Жоқ, штангашымын. Ұқсамайсыз, деді қыз. Онда кімге ұқсайсыз? Ұқсаймын, деді жігіт. Білмеймін, деді қыз. Сіз қызық адамсыз, ешкімге де ұқсамайсыз. Мен фехтованиямен шұғылданғам, деді едіге әңгімені қайтадан бұрынғы арнасына түсіріп. Ай, қалай ойыма келмеді екен, деді қыз. Сіз фехтовальщиксіз. Сыр спорт мастері деген значогыңызды көргем. Мастерлікті мылтық атудан алғам. Неге, деді қыз едігеге таңырқай қарап. Сол сәтінде-ақ өзінің орынсыз сұрау қойғанын аңғарып күліп жіберді. Ұлы жазушылардың барлығы да жақсы аңшы болған, деді едіге жартылай шын, жартылай қалжың аралас үнмен. Деді қыз. Жүзіндегі күлкі тарап ойланып қалды. Тургенев, деді содан соң. Тургенев тағы кім еді? Хемингуэй. Естігем, деді қыз. Кітабын таба алмай жүрмін. Оқысаң мен тауып берейін, деді едіге. Рахмет, деді қыз. Ол кісі бокспен бірталай айналысқан. Хемингуэй ме? Я, мұрны бұзылуға жақындаған кезде бірақ қойған. Ал мен Хемингуэйдің мұрнындай сүйекті үлкен мұрын жоқ, әрі табиғатымнан қорқақ адаммын. Әйтеуір дене мүшеме зақым келмес деп фехтованияға бардым. Шпажист болдым. Содан соң бір-екі ай өтпей-ақ жаттығу сабақтарына көндіге алмай тастап кеттім. Ақырына дейін шыдау керек еді, деді қыз. Ешқандай нәтиже шықпайтын біле тұра артын күту ақымақшылық, деді жігіт. Сонда да, деді қыз. Айтпақшы, менің шпажистік карьерам осымен ғана біткен жоқ, деді едіге. Арада 2 жыл өткен соң мені деканатқа шақырды. Сөйтсем университеттің факультет аралық жарысында бізден фехтования сайысына қатысатын ешкім жоқ екен. Ал сайысқа мүлде қатыспай қалған факультетке 5 айып опай жазылады. Азарда безер болғаныма қарамастан алып барды. Көндім. Қоғамдық тапсырманы орындамасаң стипендиядан қағыласың. Сөйтіп 8 кездесу өткізіп, ішінде бірінші разрядшылар, тіпті мастерлер де бар. Бәрінен бірдей 5-0 деген есеппен жеңіліп, филология факультетіне ең соңғы 9-шы орынды жаулап алып бердік қой. Ол да жақсы, сіз дұрыс істегенсіз, деді
қыз. Едіге күткендей күлген жоқ. Осының бәрін мылжыңдап несіне айттым деп ойлады едіге. Тоңған жоқсың ба? Деп сұрады, содан соң тұра қалып. Қыз да тоқтады. Жоқ, қолыңды әкел, жылытайын. Жігіт екі биялайын да шешіп пальтосының қалтасына салды. Әкел қолыңды. Қыз тоқыма қолғабын шешпестен сол қолын ұсынды. Олай болмайды, деді жігіт. Қыздың қолғабын сыпырып алды. Саусақтары жып-жылы екен. Ана қолыңды. Қыз үнсіз екінші қолын ұсынды. Ол қолдағы қолғап та шешілді. Енді ақы төлемей бермеймін, деді жігіт қыздың екі қолғабын бірде қалтасына салып жатып. Үйге қайтайықшы, деді қыз. Осы арада тұра берейік дегендей. Қолымды жылт, содан соң, деді едіге. Үлкен, жылт алмаймын. Онда алдымен оң қолымды. Неге сол қолды емес? Менің бар ақылым осы оң қолымда. Оң қолымның мына басқы үш саусағында. Қыз күлді. Едігенің ақылды үш саусағын ерекше несі бар екен деп тамашалағандай, салалап сәл үнсіз тұрды да алға қарай тартты. Жүрейік дегені. Бағаналардағы электр шамдары төңірегіне бозамық сәуле шашып кірпіктерін қақпастан жарқырап тұр. Әлі бастыға қоймаған жарты жаңа қарды бората тайғанақтап, шекелеріндегі шамдарды көтеріп ақ қырауға көмілген таксилер өтеді. Үлкен ғимарат, кинотеатр, магазиндердің маңдайшаларындағы көк ала, қызыл ала, неон жазулар бір өшіп, бір жанады. Ауада аяз иісі бар. Кенет көше бойы күбір-күбір, дабыр-дұбыр сөйлесе жыпырлаған жұртқа толып кетті. Тюз кинотеатрынан ең соңғы сеанстан шыққан халық. Екеуі көпшіліктен ығысқандай жоғары көтеріліп Жамбыл көшесіне түсті. Бұрын жан баспаған иен өңір тәрізді. Екі қапталдағы шатырларына қар қонған, шамдары сөнген үлкенді-кішілі, биікті аласалы үйлер, шатқалды, жықпылды ақбастау, көше бойлай мүлгіген ағаштар, сай арасындағы қалың орман, тротуардағы тобықтан келер әппақ ұлпа қарды тіліп әлдекімдер жүріп өскен жалғыз аяқ жол, беймәлім аңдар салып кеткен соқпақ. Алға қарай жүрген сайын бөтен тіршілік белгісі азая берді. Көше тарыла түсті. Бірақ дүние өлшеусіз кеңіп кеткендей. Мүмкін осының бәрі түс шығар, деп ойлады соқпақ тарылған соң. Жолдан шығып қызбен қол ұстасқан қалпы ақша қарды жалдап келе жатқан едіге. Идеялық бағытымыз дұрыс па? Қыз сұраулы жүзбен наздана қарады. Қай жатақханада тұратын едің? 4-де. Неге сұрады деп таңырқағандай. Университеттің бе? Я, мен де сонда тұрам. Қыз үнсіз басын изеді. Едіге оның астыңғы ерін жымқыра тістеп болмашы жымиғанын байқап қалды. Оп-оңай қиысып, оңай реті кеп барады деп ойлады көңілінде бұрынғыдай емес, әлдебір батылсыздық, жасқаншақтық пайда болған едіге. Мүмкін осының бәрі түсім шығар. Түске ұқсас қой. Қаншама жыл іздеген бейнесін ойша сызып, талай таңды ұйқысыз атырған арманым қасымда келе жатыр. Қасымда. Сен екен деп талай қызға қол создым. Алданғанымды тез байқаушем. Тез суышем. Мен жыламады деймісің? Опық жеп емес, қызғаныш не күйік қасіретінен емес. Қиялым туғызған бейненің жақындап қасыма келгенде сағымдай бұлдырап, барып тұманға сіңіп ғайып болатынын. Асыл дегенімнің арзан шығатынынан. Бір емес әлденеше рет алданғанмын. Мен сені өмірде жоқ деп ойлай бастаған ем. Мен бармын. Қыз жігіттің қолынан саусағын айырмаған күйі, бірте-бірте жан-жаққа тараған адамдардың ізіне шашырап, енді болмашы ғана сүрлеуге айналған соқпақтың екінші жағына шықты. Аяғың су болады, деді жігіт. Су бола берсін, деді қыз. Қалың омбы іздегендей қолын кере тартып жүрді. Тентек болма, деді жігіт. Болам, деді қыз. Тоңасың, деді жігіт. Тоңбаймын, деді қыз. Бірақ қайтадан бері жақындады. Бұл кезде жүдеу сүрлеудің өзінің сұлбасы жоғалып, екі қапталдағы емендердің бұтақтары айқасқа түйіскен ақ шатырлы туннель тротуардың табаны да бірыңғай тегіс әппақ қар басқан ұзын ақ жолаққа айналған еді. Едіге бүкіл жан жүйесімен қыздың жүрегінің соғысын анық естіді. Соққан сайын саусағының ұшы шымыр етеді. Сол саусақтан басталған жылы леп қолмен жоғары өрлей келе өне бойға тегіс таралып жатқандай. Әрбір секунд
өткен сайын жалдана берді. Едіге бүкіл денесін құпия толқынның сырлы күші кеулеп бара жатқанын аңдады. Өлген адам қайта тірілсе бойына осылай жан бітетін шығар. Өлген адамның бойына осылай жан бітетін шығар, деді сандырақтаған кісідей. Қызды қолынан тартып тоқтатты. Ол менікі болуға тиіс деп ойлады едіге. Мас адам тәрізді. Буынын ұстай алмай келер сәтте құлап түсетіндей. Сүйеніш іздегенде епетейсіз қимылмен өзіне қарай тартып қыздың белінен құшақтады. Көзіне көз түсіп кетіп еді, тұнық жанарымен жалғасқан кірпіктері өткір екен. Қыз бірдеңе айтып еді, едіге естімеді. Тек қыздың аузын ашып бірдеңе деген өзінің бетін от шарпып өткенін ғана біледі. Құшағынан босанбақ болған қыздың әлсіз қарсылық көрсеткенін біледі, бірақ жіберген жоқ. Мүмкін бірнеше секунд өткен шығар, мүмкін бірнеше минут өткен шығар, бәлки тіпті қас қағымда болмас. Едіге қыздың өзінікі екенін аңдады. Жебе кірпіктер баяу айқасып барады. Сәл-пәл ашылыңқы ернен ақырын ғана өпті. Дып-дымқыл, ып-ыссы екен, менікі. Бар дүниені ұмыта жан-тәнмен беріле еріп тұрып ұзақ сүйді. Сен менікісің, деді содан соң қыздың тұманданып кеткен көзіне қарап. Қыз ұққан жоқ. Менікісің, деді едіге төніп тұрып. Татымаймын ғой мен саған, қалайша ырқыма көндің. Қыздың кірпіктері қайтадан айқасып бара жатты. Қыздарымызда шақыра салу керек еді, деді Кенжек. Бөлмелерінде жоқ, деді Бердібек. Іздеп таба алмадық, деді Әнуар. Сірә Қалима әдетінше жездесінің үйіне жүрсе керек. Ал Бәтия әрине лабораторияда отыр. Ол кісінің сенбі-жексенбі дегенді мойындамайтынын білесіңдер. Біздің ауылда Бәтия деген қыз болды, деді Бердібек. 100 жігіт таласып жүрген сұлуымыз еді. Ақыры оң жақта отырып сөйткені ғой. Тұңғышының аты кім, деді Әнуар. Қайран дүние-ай, деді Бердібек. Сұмдық қыз еді, қор болды. Мықты қыз, деді Кенжек. Солай жұмыс істеу керек, деді Халел. Жұмысына талас жоқ, деді Бердібек. Әйткенмен дүниенің қызығынан да. Тәйт, деді Әнуар. Бүйте берсең мына балаларды түгел бұзасың. Одан да тез орныңнан тұр да кухняға бар. Ана еттің көбігі тарқап кетеді. Бару кезегісізде, Әнеке, деді Бердібек. Осы бөлменің коменданты кім? Деді Әнуар. Мына ағаңыз. Яғни бірінші кезекте де, екінші кезекте де сіз барасыз деген сөз. Қайдан ғана осымен бірге тұрып ем, деді Бердібек басын шайқай жымиып. Көңілсіз орнынан тұрды. Ет туралып табақ алдымызға келген соң жатып демаласың, деді Әнуар. Бара ғой енді. Мен бәрібір ет пісіре алмаймын. Бірдеңесін бүлдірем. Бердібек шығып кетті. Қанау атаулының ешқашан жойылмайтынына көзім жетті, деді Әнуар. Өзің қан алғаннан гөрі басқаны қанаған тиімдірек. Ол саған есесін жібермейді, деді Халел. Әлдеқайдан ұзындығы 1-1,5 қарыстық жуан ағаш трубкасын суырып алып темекі толтыра бастады. Қап, әлгі қыздардың болмаған-ай, деді Кенжек жан-жағына қаранып. Болғанда саған не түседі, деді Әнуар. Кенжекті мазақтап, қайырлы шашын алға жығып, кекіл сияқты етті де сұқ саусағының ұшымен сылап тарамдай бастады. Қыздар бар кезде көңілдірек, деді Кенжек. Ал сіз қалай ойлайсыз, деді едіге. Сіз Мұхамед Ханафиұлы Жанықұлов мырза. Жанықұл жарықтық өз ұрпағынан 7 атаға дейін бір жаман химик шығатынын білген, деді Әнуар. Мектепте оқыған бар химиядан есімде қалғаны сабынның формуласы. Дәл осындай ұзақ еді. Тақтаға жазып біткенше адамның ішегі үзіле жаздайтын. Мен, деді, манадан бері жұрттың сөзін тыңдадым, мұқият тыңдады ма, әлде бір басқа ойға батты ма, әйтеуір үнсіз томсарып отырған химик Мұхамед Ханафиұлы Жанықұлов мырза мөлшерден тыс үлкен мүйіз көзілдірігінің шынысына жарқ еткізе басын көтеріп, мен көзілдірігін шешіп қол орамалмен шынысын мұқият сүртті, бірақ қайта кимеді. Мен 302 бөлмеде тұратын 2 жылдық аспирант, тарих ғылымының кандидаттығына кандидат, қой бағу ғылымын түгескен доктор, деді Әнуар. Өзі жоқ болған соң айтып отырсың, деді Халел трубкасының түтінін бұрқ еткізіп. Көзіне айта алмады деймісің, деп Әнуар шамданып. Күре тамыр көгеріп, мойны білеулене қызарып кетті. Мінбедегі шешен Мұхамед Ханафиұлы Жанықұлов жолдастың сөзін бөлмеңдер, деді едіге.
Кандидаттығына кандидат, деді Мұхамед-Шәріп Мұхамед Ханафиұлы Жанықұлов жолдас, үзіліп қалған ойын дәл ортан белінен одан әрі жалғастырып. Бердібек Исламғалиевтің жалпы жолдастар, біздің қазақ аса діндар халық болған. Сөзім бөліне берді-ау. Исламғалиевтің бір рет оңбай құлағанына қарамастан, зерлеп еңбектеп жүріп, ақыры философияның минимумын қой қораның тіреулі қисық мәткесінде жуан үшке өткізген соң әлсіреген денсаулығын қалпына келтіру мақсатында ауылға арнайы барып қайтқан 5-6 апталық сапарын біздің аспиранттар қауымын аздырар аса зиянды бастама деп санаймын. Әйткенмен осы жоғарыда аты аталған жолдастың «Әй, не керек, мамандығыңды таппағансың», деді Әнуар басын шайқап. «Химиядан нең бар? Қыртология ғылымын қуатын адамақ едің». Аты аталған жолдастың, деді кірпігін ауыр қағып қабағын түйіп баппен сөйлеп отырған Мұхамед-Шәріп. Университеттің 4-ші жатақханасының 3-ші этажындағы тар нелердегі, тар хұжыралардағы, деді едіге. Я, тар хұжыралардағы дәруіштерді қаландарлар емес пе, деді Халел. Сопы шәкірттерді, деп түзетті едіге. Рахмет, тар құжыралардағы сопы шәкірттерді, яғни әріптестерін ұмытпай бірер дорба семіз соғым етін арқалай келуі, және өзімен бірге тұратын әйелі сараң, қуағаштан құмалақ сауған. Бұл мен ойлап тапқан теңеу метафора, мәтел. Филолог мырза, қуағаштан құмалақ сауған, өз әліне қарамай, пәлсапа ғылымның түбіне жетем деп арып ашып жүрген. Әй жатватар қуай, деді Әнуар күліп. Қатырды, деді екезуі екі құлағына жеткен кенжек. Шалағай аспирант Әнуар Солтабаевтың жанталаса қарсылық көрсеткеніне қарамастан, осы отырған қауымды қонаққа шақыруы ауылдан келген сол ала қоржынның түбі қағылғанға дейін одан әрмен жалғастырыла беруге тиіс. Бірақ басқа бөлмедегілердің қолынан келмейтін игі іс. Бұл адам адамға жолдас, дос, бауыр деген тезистің ақиқаттығын тағы бір рет дәлелдейді. Болдың ба ақыры, деді Әнуар. Су әкеліңдерші, бетіне бір күйік. Бұл кіріспесі ғана, деді Мұхамед-Шәріп. Жұрт ду күлді. Сен бұл қалпыңда ешқашанда химиядан диссертация қорғай алмайсың, деді Әнуар. Сөзді азайту керек, бауырым. Сендерде ең бастысы әлгі реакциядан шығатын формулалар ғой. Мен жаңағы сөзімнің формуладан несігем, деді Мұхамед-Шәріп. Мен Мұхаңды мұндай шешен деп ойламаған едім, деді кенжек. Мұхаң жан қалтасынан орамал алып, манадан бері қолында отырған көзілдірігінің шынысын осымен екінші мәрте мұқият сүртті. Көзілдірігін киісімен-ақ сөз сөйлерден бұрынғы кейпіне түсіп, маңғас манаураңқы қалыпқа енді. Ет пісті ме, деді Әнуар сырттан кірген Бердібекке. Әлі қайнағанда жоқ, плитасы құрғыр. Онда шыға тұрсан қайтеді? Ненің ақысына? Сенде де достар бар екен. Шын дос сырттан мақтайды ғой. Жаңа оң құлағың шулаған жоқ па? Жамандаушылар да болды, деді Халел. Аяспас дұшпан жақсы жігітте ғана болады, ал сырттан жамандаған жұрттың бәрі жау емес, деді Әнуар. Бәкеңе қастандық ойлайтын кісі бар дегенге өз басым сенбеймін. Достарым, деді кенжек, сендерге қарап отырып қызығам, бәрін де қиыстырып шебер сөйлесіңдер. Едіге айтшы, жақсы сөйлеуге қалай үйренем, а? Сонда қалай, сіздіңше Бердібек нашар жігіт пе, деді Мұхамед-Шәріп. Үйренбей ақ қой, деді едіге. Олай деген ешкім жоқ. Неге? Әлде менің осал адам мектеп директоры болып тұрған жерінен ешкім зорламай өз еркімен тіленіп қой бағуға кете ме? Сөз қуған кісі ешқашанда тиянақты іс бітірмейді. Мен білетін әдемі сөйлейтін шешендердің барлығында қолынан жазу келмейтін сабаздар. Сенбеймісің? Өтірік десем міне өзі тұр ғой. Жігіттер, мына Бердібек университет бітіріп барған соң өз мамандығымен 2 жыл жұмыс істемей жатып, дүниеден баз кешіп бірталай уақыт қой баққан адам. Қалай, деді едіге. Қой баққан, деді Әнуар сұқ саусағын жоғары көтеріп. Кәдімгідей өгіз торыға мініп. Бұл философиядан ештеңе шығара алмаған соң шайқымазақ болып кеткен адам, деді Бердібек. 7-1 менің пайдама, деді Әнуар. Әй, қоя тұршы, деді Бердібек қолын қатты сілтеп. Даусы зілсіз шыққанмен өктем. Әнуар тына қалды. Қойшы болғаным рас, деді Бердібек сөзін одан әрі жалғап. Ау, қой баққан кісі адамның қоры деп кім айтты сендерге? Олай емесі түсінікті ғой, деді Мұхамед-Шәріп. Жазылбек Қуанышбаев, деді Әнуар. Ал үкімет пен партия бір кезде
тың деген ұран көтерді. Бүкіл ел болып қолдадық. Жастар механизацияны меңгерді. Қыздардың өзі трактордың құлағына отырды. Нәтижесі қандай болғанын өздерің білесіңдер. Жер шарын экватор бойымен әлденеше орап алатын миллиардтар. Мұның бәрін біз де білеміз, деді тартылып біткен трубкасының күлін асығыс қағып жатқан Халел. Білсең, тың игеріліп біткен соң біздің республикада екінші тың мал шаруашылығы деген ұран көтерілгенін де естіген шығарсың. Түсінікті, деді Халел. Түсінсең, интеллигент ақсаусақ деген сөз емес. Бабаларымыз қой баққанда, бауырларымыз қой бағып жүргенде неге біз бақпаймыз? Әлде біз ерекше жаратылғанбыз ба? Олардан артықпыз ба? Дәлелдедің, деді Халел. Терең демалып орында отырған қалпы келді де трубкасына қайтадан темекі толтыруға кірісті. Әй, жалғыз өзің улап біттің ғой, қойсаңшы, деді Әнуар. Бекеңнің темір логикасының құрметіне тартам, деді Халел. Тарта бер, деді төбелестен шыққанда екейінен демалып тұрған Бердібек. Мәселе логикада емес, шындықта. Шындығыңа күмәнім жоқ, деді манадан бері аңырып отырған едіге кенет бойын жиып алып. Тек сен бабаларды бекер қостың. Біздің оларға қарағанда ерекше материалдан тігілгенімізді, өлшеусіз артықшылығымызды өзіңнің тарихшыларыңда дәлелдеген. Демек бізде қол еңбегіне жирене қарамауымыз керек. Бұл надандық болады, деді Бердібек. Сонда қалай, деді Кенжек жан-жағына жалтақтай қарап. 10-шы, жарайды, міндетті оқу деп бітірдің, ал үкімет соншама шығын шығарып сені 5 жыл университетте несіне оқытты? Арнайы мамандықты несіне берді? Әр маман өзі халыққа көбірек пайдасын тигізетін жерде істеуі керек емес пе? Осы сен кейде болмашы нәрселер түсінбейсің, деді Әнуар. Халқыңа көбірек пайда тигізетін жері сол қой бағу екенін білді ғой Бекең. Онда сол қойды бағып жүре беру керек еді, деді Кенжек. Сен әлі баласың, деді Халел. Мен сенен 1 жас үлкенмін, деді Кенжек. Аспирантураны бітірген соң қайтадан қой бағатын шығарсың, деді едіге. Немене, докторантураға түсу үшін де малшылық стаж керек емес бекен, деді Халел. Бекең өзінің халқына ғылым саласында көбірек пайда келтіретін адам боп шықты, деді Әнуар. Жігіттер, қысыр әңгімені қойсақ қайтеді, деді Бердібек. Хош, мен шай қамдайын, деді Әнуар. Үйде қант бар. Бекең 1 дорба ақ тоқаш әкелген екен. Мынау тамаша болды, деді Мұхамед Шәріп.